Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге қияр тұздау рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге жуылған қияр, укроп, сарымсақ, лавр жапырағы, бұрыш, хрен жапырағы, уксус, тұз, қант және де қалампыр қажет. Ең алдымен қиярымызды жақсылап жуып, 2 сағат салқын суға салып қоямыз. Кейін қиярдың екі жақ басын кесіп, дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей банкамызға укроп, лавр жапырағын, хрен жапырағын, бұрыш және де 3 бас сарымсақты салып, қиярымызды үстіне нығыздап текшелейміз. Мен бұл жерде банканы алдымен жудым, содан кейін уксус құйылған ыстық сумен шайқап алдым. Бұл рецепт оңай, әрі бәріңізде жасап көруге кеңес беремін. Банкаңыздың суы мөлдір, қиярдың суы мөлдір болып, керемет дәмді болып шығады. Қиярымызды текшелеп салып болғаннан кейін үстіне осындай видеодағыдай ыстық суды құямыз. Қайнап тұрған ыстық суды бетіне дейін құйып, қақпақты жай жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Он 15 минут уақыт өткеннен кейін банкамыздағы суды қайтадан құйып аламыз. Қайта қайната береміз. Оған дейін біздер банкамызға әрі қарай қажетті нәрселерді саламыз. Яғни бізде ірі қара бұрыш, 3-4 дана, 1 дана қалампыр, 3-4 дана жұпар бұрыш, 1 ас қасық қант, шекерімізді, 2 ас қасық тұзымызды салып, үстіне қайнап болған соң ыстық суымызды құйып аламыз. Ыстық суымызды әбден құйып алғаннан кейін 1 ас қасық уксусты құямыз. Уксусымызды құйып болған соң, яғни қиярымыз дайын, банкамыздың қақпағын жауып, бұрап, жылы жерге орап тастаймыз. Келесі видеоларыммен тағы да рецепттерін түрін бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі рецептке дейін.